Сәлем достар, сендермен Бекзат, менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видео бізде әртүрлі слайм рецепттерін тексеретін боламыз. Сендер қызық болады деп ойлаймын, ал біз бастаймыз. Ең алғашқы ол мынандай шампунь немесе гель душа. Ал осыны біз ыдысымызға құямыз. Және де екінші рецептте біз мынандай тіс пастасын қолданамыз. Содан кейін бізге керегі сода. Ең алдымен мынаны құйып алайық. Енді бұны біз жақсылап тұрып араластырамыз. Және оған кішкене содадан құйып салып тұрамыз. Ол кішкене лизун сияқты болып айналып келе жатыр, мынаны қараңдар. Және біз мұны осылайынан холодильникке бір 10-15 минутқа жібереміз, яғни морозильникке. Екінші рецептке мен пастаны алып мынаның ішіне кішкене құйдым. Енді осыны жақсылап тұрып араластырамыз. Және оған кішкене сода құямыз, саламыз дегенім. Және осы шыққан смеске кішкене крахмал қосамыз. Міне, бізде екі слаймымыз. Мынау слайм жеуге де дымға да келмейді. Бұл жай ғана бүйтіп мыжғылап отыратын жаман зат. Қолыңды қатты ластайды. Сондықтан крахмал бар рецепті ешқашан жасамаңыздар. Бұл өтірік, жасалынбайды. Ал мынау жаңағы біздің гель, яғни шампуньнен жасалған. Ол кішкене мінеки қолда дым із қалдырмайды десем болады. Кішкене ғана. Бірақ бұл міне бүйтіп кішкене бүйтіп ойнауға болады. Сондықтан достар, бізде слаймдардан мына слайм деуге келмейді, бірақ кішкене результат бар. Ал мынау мусорға лақтыратын зат. Мен қасауға кетіп баратырмын. Сондықтан достар, сендерге осындай видеолар ұнаса, осы видеода 200 лайк жинаңдар. Екінші бөлімінде мен шынымен работающий, шынымен результат шығатын слаймдардың рецепттерін түсіремін. Сондықтан тезірек 200 лайк жинаңдар.